Бүгін міне Айзере қызымның шашын өріп келемін. Күнде таңертең балабақшаға барғанда қызымның шашын өремін. Бұл шаш өру деген ежелден ата-бабамыздың келе жатқан салт дәстүрі. Шашқа ата-бабамыз қатты мән берген. Сұлудың көркі шаш, шаштың көркі шашпенге деп зерттелген. Әрбір бойжеткенде шашпен бойына қарап бағалаған. Шашты жақсы күтім керек, шашты жақсылап күнде тарап, күнде жуып, шашты жақсылап күтуге қажет. Мен қызымның шашын беріп, оның шашына шашты бағалаған. Шаш деген көркі, шаш деген әжемға көрсетіп, қызды ашып, әжем деп тұрады. Әйел шашы табиғатына қарап, шашты қалың шаш, сүмбіл шаш деп бағалаған. Бұрыннан қарап, қос бұрын деген жалғыз бұрын деп атаған. Шаштың әрбір табын жігіттей деп. Әйел шашы табиғатына қарай қалың шаш, сүмбіл шаш деген. Өріміне қарай жалғыз бұрын, қос бұрын деген. Шаштың әрбір талына жігіттей деп. Өрілген бұрынына қарап білектей деп аталған. Мен енді бүгін қызымның шашына шашбау тағып, үлкен қыз болсын, дені сау болсын, өңі жасы ұзақ болсын деген тілекпен шашын өріп балабақшаға жіберемін.